Сәлем достар, баршаларыңызға бұл видео ECP кілтті әркімге беріп тастаған жеке тұлғаларға арналады. Егер де ұйқыңыз тыныш болу үшін кімде менің ECP кілтім бар деп уайымдамас үшін ECP күлішті PKGov сайтынан өшіріп тастасаңыз болады. Көпшіліктің қателігі осы жерде. ECP кілттің паролін ауыстырып тастадым, басқа адамға ол істемей қалады дейді. Ол өте қате. Егер де сіз осы уақытқа дейін ашылған ECP кілттерінің барлығын жою керек болса, PKGov сайтына кіріп өшіріп тастағаныңыз дұрыс. Ол үшін жаңадан дәл қазір ECP кілтті ашасыз. Сол ECP кілтті арқылы осы PKGov сайтына кірсеңіз болады. Және де бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Менің арнамды қолдап кетіңіздер, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Google'дарыңызға PKGov KZ деп жазып аласыздар, және де жеке кабинет дегенге кіріп, сіздерде осылай үш жақ шығады. Кіру деген батырманы басасыздар. Ары қарай растаймын деген жерге галочка қойып, выбрать ECP дегенге жаңадан ашылған ECP күліштарыңызды осы жерге таңдап, қол қойып, подписать етіп кіресіздер. Кіргенде сіздерге осылай басты бет шығады. Және мой ключи ECP деген жерге барасыздар. Бұл жерде осы жерде отзыв ключей ECP дегенді таңдап аласыздар. Все дегенді таңдайсыздар. Бұл жерде сіздердің барлық ECP ключтарыңыз осы жерде шығып тұрады. Және де қай ECP-ны сіздер өшіресіздер, соны таңдайсыздар. Редактировать дегенді батырманы басасыздар. Төменге қарай түсесіздер. Причина отзыва деген жерге өздеріңіздің причиналарын таңдайсыздар. Неопределенный деген таңдай саласыздар. Және я деген жерге галочка қойып, отозвать деген таңдайсыздар. Бұл жерде ECP күліштарыңызбен қол қоясыздар. Жаңадан новыйдан ашылған ECP күліштеріңізді подписать етіп қоясыздар осы жерде. Ары қарай мына жерде действующий деген бұл жерде сіздердің жұмыс жасап тұрған ECP ключтарыңыз осы жерде көрініп тұрады. И отозванный деп тұрған жерде сіздердің қазір ғана өшіріп тастаған ECP ключтарыңыз осы жерден көре берсеңіздер болады.